Орыс тілін менімен бірге 10 күнде үйрен. Бүгін бізде 5-ші сабақ. Сәлем, менің есімім Динара. Орыс тілінде сауатты сөйлеуге, сауатты жазуға үйретемін. Парақшамда күнде бір сабақта шығатын болады, сол үшін де менің парақшама тіркеліп кет. Бүгінгі сабақта орыс тілінде заттың астында немесе үстінде дегенді айтып үйренетін боламыз. Қандай да бір заттың үстінде немесе астында деп айту үшін под немесе над предлогын қолдану арқылы айта аламыз. Енді әрбіреуіне тоқталайық. Под предлогы бұл астында дегенді білдіреді. Мысалы, мысық үстелдің астында жатыр. Кошка лежит под столом. Демек, под предлогын астында деп айту үшін қолданамыз. Ал над предлогы бұл үстінде ілініп тұру дегенді білдіреді. Мысалы, сағат үстелдің үстінде ілініп тұр десек, часы висят над столом. Осы жерде над және на предлогтары шатастырып алмаңыз. Себебі на ол үстінде тұр дегенді білдірсе, компьютер үстелдің үстінде тұр. Компьютер стоит на столе. Над ол үстінде ілініп тұр дегенді білдіреді. Мысалы, картина үстелдің үстінде ілініп тұр. Картина висит над столом, яғни үстелдің бетінде емес, ол ауада ілініп тұр дегенді білдіреді. Осы екі предлогты шатастырып алмаңыз. Басқа да сабақтарымды көру үшін менің парақшама міндетті түрде тіркеліп кет. 6-ші сабақта кого және кому деген сұрақты дұрыс қолдануды үйренеміз.